Мешітке берілетін садақаны электронды түрде жүргізу қажет. Дін істері агенттігінің төрағасы Қайратұлы Машариф тиісті ұсыныс Қазақстан мұсылмандары діни басқармасына жіберілгенін айтты. Соңғылары оң шешім шығарып, жаңалықты қолдаса, қаржының қайда және қалай жұмсалып жатқанын үйде отырып бақылауға болады, деді агенттік төрағасы. Аталған үлгі Түркия елінде енгізілген. Мұндағы имамдар садақадан түскен қаражаттан айлықтарын айырып келеді. Орталық коммуникациялар қызметінің брифингіне арнайы келген агенттік төрағасы елімізде 3088 діни бірлестік бар екенін атап өтті. 140 этнос пен 17 конфессия тіркелген ресми түрде жариялады. Өткен жылға тексерудің нәтижесі бойынша экстремистік деп танылған саентологиялық ағымның қызметі тоқтатылып, миссионерлер үшін елге кіру ережесі қатаңдатылды. Имамдар көп жағдайда ақшамыз жоқ, 20 мыңмен күн өлтеміз деп, 20 мыңмен, 30 мыңмен ешкім күн өлтіп атқан жоқ. Имамдарды қарасам, бір жүздеп жүрген имамды көрген жоқпыз. Сондықтан бізге осы мәселе қатты қызығып, біз әрі қарай жаңағы жиналған ақша енді қалай таратылу керек.